Қайырлы күн, қымбатты пайдаларына каналының көрермендері. Бүгін сіздермен Тбилиси салатының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар, арнаға жазылып қойыңыздар достар. Бірінші кезекте тұзды суда етімізді пісіріп аламыз. Қызыл пиязды екіге бөліп жіңішкелеп тураймыз және де 10 минутқа алма сірке суына салып қоямыз. Етіміз піскеннен кейін етті және тәтті бұрышты ұзыншақ жіңішке формада турап аламыз. Келесі кезекте қызыл бұршақты және де ұсақтап туралған чеснокты және де ұсатылған грек жаңғағын қосамыз. Жуылып тазаланған және ұсақтап туралған ақ желкен, яғни петрушка жасыл шөбін және де дайын болған пиязымызды, тазаланған анар жемісін қосамыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосып, зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің дәруменге өте бай Тбилиси салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға көп рахмет достар.